Selametsiz mi balalar? Selametsiz. Umut geliyorum kalay. Жақсы. Hazır bәріміз sabah başlaması burun balalar. Bәріміз ornumuzdan turamız. Şarkı şiirlerini жасаймыз. Қане бәріміз орнымыздан turamız. Şimdi жасаймыз. Bәріміз бірге бірге қайталаймыз. Araylap taң attı. Araylap taң attı. Күнге шуақ шашты. Күнге суық шашты. Жарқырайды даламыз. Жарқырайды даламыз. Жайнай берсін қаламыз. Жайнай берсін қаламыз. Өте жақсы балалар, орнымызға отырамыз. Балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымыз гүл және гүлдер. Бәріміз сақтағанымызда қарайықшы. Сендер бірнеше гүл көріп тұрсыңдар ма? Әртүрлі гүлдер, бірнеше гүлдер екен. Ол гүлдердің аяқшалары, жапырақтары әртүрлі түс екен. Бұл бізге жай гүл емес, бұл бізге сиқырлы гүл екен. Сиқырлы екеніне қазір көзімізді жеткіземіз. Ол қандай сиқырлы гүл екен, балалар? Бұл қазір тақырыпты ашпас бұрын біз бірінші өткен тақырыпта қайталайық. Балалар, біз өткен тақырып қандай тақырып еді? Кім айтады? Біз өткен тақырып көктем болатын, Қазір жылдың қандай мезгілі? Дұрыс айтасыңдар, қазір жылдың көктем мезгілі, балалар? А көктем мезгілінде білесіңдер ме? Қандай өзгерістер болады? Күн жылы болады. Әшешек гүл жарады, қандай өзгерістер болады? Өте жақсы. Қандай өзгерістер болады? Аққұстар біздің жаққа ұшып келеді ма? Дұрыс айтасыңдар, біздің жақта күн жылынады. Өте жақсы. Біз құстарды аялаймыз ғой, құстарды аялау керек, Қыс болғанда балалар кетіп қалады. Балалар, сендер білесің, құстың ұясын бұзуға болады ма? Жоқ, құстың ұясын бұзуға болмайды, балалар? Құстарды аялау керек, балалар? Жақсы. Өте жақсы, жақсы балалар. Енді біз қазір жаңа тақырыпты бастаймыз. Гүл және гүлдер. Оның жапырақтары әртүрлі түсті екен. Жай ғана жапырақтар әртүрлі емес, ол сиқырлы жапырақша екен. Онда бізде бірнеше тапсырмалар бар екен. Біз бұл тапсырмаларды ашып, қазір орындаймыз балалар. Бұл бірінші тапсырма ән дейді. Біз ән білеміз бе балалар? Өте жақсы. Біз тату доспыз ба? Өте жақсы. Қазір бәріміз орнымызда тұрамыз. Қазір барлығымыз достық туралы ән
Dоспыз бәріміз, иә балалар? Өте жақсы орнымызға отырамыз. Біз гүлдердің бірінші жапырақшасын орындадық, иә? Ол сиқырлы деп жаңа айттық, иә балалар? Енді қазір барымыз екінші жапырақшасында не бар екенін, иә? Қандай бізге тапсырма бергенін қазір бәріміз мұқият қараймыз. Екінші тапсырма балалар. Қазір мен сендерге музыкасын қосамын, сендер табасыңдар, ол қандай екен, жақсы ма балалар? Иә. Бәріміз мұқият тыңдаймыз. Мұқият тыңдаймыз. Biz ne tınladık? Unuttuk ne? Unuttuk. Küy ya? Bu küy seni bayqadın mı? Bu qanday aspapdan oynalып тұр? Домбырамен дұрыс айтасың, аяғы өте жақсы. Ал бұл жылдам ойналып тұр ма, әлде баяу ойналып тұр ма? Жылдам ойналып тұр, иә? Өте жақсы, қане бәріміз мұнда қараймыз. Бұл бізде қандай аспап? Домбыра. Жаңа бізде ойнаған бұл домбыра аспабымен ойнады, иә? Бұның композитор кім ойнады? Бізде Құрманғазы Сағырбаев ойнады. Бәріміз қазір қазақ халқының атақты күйшілерін атайық. Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина. Бұл біздің қазақтың ұлттық композиторлары, иә? Ал балалар, сендер білесіңдер ме? Ал қандай ұлттық аспаптарды білесіңдер? Кім айтады? Дұрыс айтады. Домбыра. Қандай аспаптар? Орыстың ұлттық аспаптары, қазақтың ұлттық аспаптары, иә? Бәріміз мұнда мұқият қарайықшы, балалар. Мұнда қарайсыз міне. Біз жаңа айттық, қазақтың ұлттық аспаптары домбыра, шертпе, жеткіген. Қайталаймыз сағады? Домбыра, шертпе, жеткіген. Өте жақсы, балалар. Енді бәріміз мұқият мұнда қарайықшы. Мына қандай аспап? Қандай аспап? Аккордеон. Өте жақсы. Ал қандай аспап? Орыстың ұлттық аспап. Қандай аспап? Қалай аталады бұл ұлттық аспап? Орыстың ұлттық аспап. Гармошка, иә балалар? Арғарманы кім біледі? Пианино. Өте жақсы. Ал мына қандай аспап? Гитара емес. Гитараға ұқсайды, иә? Балалайка. Бәріміз балалайка. Өте жақсы. Балалар бір ұлттық аспаптардың барлығы негізі бұл ноталардан. Ал біз нота білеміз бе, балалар? Иә, әрине біз нота білеміз. Қане бәріміз орнымыздан тұрамыз. Қайталаймыз ноталарды, қане ойымызға түсірейік. До,
ре, ми, фа, сол, ля, си. Қанша нота бар? Кім айтады? 7 нота, Наргиза, өте жақсы, 7 нота бар. Бұл ноталар қайда жазылады? Кәне бәріміз тақтаға қараймыз. Бұл ноталар скрипка кілтінде жазылады, иә? Қайталаймыз бәріміз бірге. Скрипка кілтінде және бас кілтінде жазылады, иә, балалар? Неше кілт бар екен? 2 кілт бар. Қайталаймыз, қандай кілт? Скрипка кілті және бас кілті. Осы 2 кілт арқылы ноталар жазылады. Ал ноталар арқылы бірнеше әндер, көптеген күйлер жазылады, иә, балалар? Өте жақсы. Сонымен жаңа біздің тыңдаған күйіміз қандай болып шықты? Қандай аспапта ойналды? Отырамыз орнымызға. Қандай аспапта ойналды? Домбыра. Өте жақсы. Ал күй сендерге ұнады ма? Өте жақсы. Ал күй қандай? Жылдам болды ма? Әлде ақырын баяу ойналды ма? Өте жақсы. Әзірем ұнады. Жылдам ойналды, иә? Өте жақсы, балалар. Сендер гүлдің екінші жапырағын орындарында. Енді қазір қарайық қандай тағы бізге тапсырма берілді. Сұрақтарға бәріміз бірдей жауап береміз, балалар. Жақсы ма? Бұл бізде жұмбақ жасыру дейді. Жұмбақ жасыру деген ол сурет арқылы, иә? Жаңа ғана ойымызға түсірдік. Қазақтың ұлттық аспаптарын және орыстың ұлттық аспаптарын, иә? Енді қазір бәріміз теледидарға мұқият қараймыз. Ол теледидарда сендерде сурет қана болады. Сендер сол суретке қарап қандай аспап екенін айтасыздар. Түсінікті ме, балалар? Өте жақсы. Қолымызды қоямыз, түзеп отырамыз. Мұқият тыңдаймыз, бәріміз қараймыз. Мынау қандай аспап? Өте жақсы. Ары қарай тыңдаймыз. Мынау қандай аспап? Кім айтады? Өте жақсы. Қобыз бәрі дауысымыз шығарамыз. Қобыз аспабы. Ары қарай тыңдаймыз. Бәріміз бірге қатысамыз. Мынау қандай аспап? Мен жаңа ғана суретпен көрсеттім. Орыс. Жоқ, қандай аспап? Желкен. Өте жақсы. Қайталаймыз. Қандай аспап? Өте жақсы. Қандай аспап? Дауыл? Дауылпаз. Өте жақсы балалар.
Дауылпаз. Біз бірнеше жапырақтарға, сұрақтарға жауап бердік, иә балалар? Иә. Осындай сиқырлы екен, ол жай гүл емес, ол сиқырлы гүл. Біз неше сұраққа жауап бердік? 1, 2, 3. Өте жақсы. Ары қарай кеттік, көк түсі қандай? Қазір көк түсті қандай бізге тапсырма берілді екен, иә балалар? Көк түс бізге беріпті. Ойын ойнағымыз келе ма? Иә. Неге ойын ойнағымыз келеді балалар, иә? Қазір біз ойын ойнаймыз. Бәріміз орнымыздан тұрамыз. Орындықтарды тек ажыға келіңдер былайынан. Үш орындық келіп қалғанын қойып жейді. Отырмаймыз, тұрамыз сәлі. Мен қазір ойын, мына жерге тұрамыздар, біз келіндер ары. Я сені орындықты қой, ана жаққа қой. Енді бәріміз мұнда қарап тұрамыз. Мен қазір сендерге ойынның шартын айтамын балалар, жақсы ма? Міне бізде ортамызда 3 орындық тұр, иә? А мынау не балалар, кім біледі? Не болды? Қандай? Не болды? Қалай аталады? Қамшы! Өте жақсы қамшы екен. Қазір мен бұлай әр орындыққа қамшыны қоямын. Қазір мен музыка қосамын. Қазір шеңбермен жүгіреміз, е? Шеңбермен музыкамен жүгіреміз. Музыка біткенде, әуен біткенде, біз бір қамшыны алып үлгеруіміз керек. Кімде қамшы болмайды, ол өз орнынан шығып отырады. Жақсы ма балалар? Дайынбыз. Жай жүрмейміз, шеңбермен сапқа тұрамыз. Саппен жүгіреміз, е? Бірінші мақсат біз қатты жүгірмейміз. Жақсы ма балалар? Өте жақсы. Біреуміз аламыз, біз орындыққа отырамыз. Жақсы, өте жақсы дегенді ойынан шығады. Сәбина шығады, Айзере шығады, тұрады. Өте жақсы. Мысалы, кімде қамшы жоқ, олар орынға да отыруға болады. Жақсы ма? Кәне орнымыздан тұрамыз, тағы да қоямыз. Мына жерге қой. Өте жақсы. Сен сүріп отыр, Сәбина. Әне келді. Қазір әуенмен жүгіреміз. Тоқта қайда барамыз? Әуенмен жүгіреміз. Al бастаймыз. Өте жақсы бізде. Әрине отырады, өте жақсы. Қане енді балалар. Oyunu kuş oynadılar. Sizde bir oyun vardı mı? Oyun hocası oyundan kandırmadı. Ömürde oldu ya oğlu. Енді қазір ағарай сапсыман орындайды. Жаңа қандай түсті орындады? Енді мынау қандай түс? Қандай тапсырма берілген екен? Би, біз би билеуді білеміз ба? Иә. Өте жақсы, өте жақсы. Бұл не балалар, кім айтады? Қасық. Қасық, иә? Біз жай билемейміз, біз аспаптар арқылы билейміз. Яғни қасықты ұстау арқылы біз қазір билейміз. Жақсы ма балалар?
Ormuzdan turamız. Ormuzdan turamız. Болды, artık қозғалмаймыз. Қасықса болады, мақсат мұнда қарай. Апайға қарап, билейміз. Мына қасықты түсіреміз. Қасықты түсіреміз. Апайға қарап қана билейміз. Түсінікті ма болды? Артық қозғалмаймыз. Артық қимыл жасамаймыз. Түсінікті ма болды? Яғни ол артық қимыл жасамаймыз деген музыкамен билейміз деген сөз. Әуенмен билейміз деген сөз. Иә балалар? Жақсы. Kolumuzға не ұстап билер? Қасық. Бейсейлерге ұнады ма балалар? Көңілді болды, көңілді ма, әлде көңілсіз ба? Көңілді өте жақсы балалар. Өте жақсы. Енді барымыз тақтаға қараймыз. Енді біз гүлдің қандай жапырақ жасай кеп тоқтадық? Біз орындай алдық па? Өте жақсы. Дені бізде қандай түс? Сары түс. Өте жақсы балалар. Біз гүлдің бүкіл таяқ жапырақшаларын орындап біттік, иә? Бұл деген сиқырлы болды ма бізге? Бұл жай ғана жапырақшалар емес, бұл әртүрлі тапсырмалар арқылы бізде гүлдер болды, иә? Енді балалар қазір бәріміз сергек сәтін жасаймыз. Орнымызда тұрамыз. Орнымызда жақсы тұрамыз. Сергек сәтін жасаймыз қазір. Over the sand.
бүгінгі жаңа тақырыбымызды қорытындылаймыз. Өттік. Сиқырлы гүл дұрыс айтады. Гүл және гүлдер. Сиқырлы гүлдер қалай түсіндіреміз? Оның жапырақшалары қандай болды? Сиқырлы болды. Әртүрлі тапсырмалар болды ма? Біз ол тапсырмаларды орындадық па? Өте жақсы орындадық. Сондықтан ол сиқырлы гүлдер деп аталады. Өте жақсы балалар сіздер бұл сабаққа өте жақсы қатысыңдар. Менің қойған сұрақтарыма жауап бере алдыңдар. Өте жақсы. Осымен сабағымыз аяқталды.